Ал енді сіздермен номер 45-ші есепті бірге талқылайық. Ең бірінші бізде міндетті түрде жақшаның іші орындалады. 127-ге қосамыз 89-ды. 216 болады. Шыққан санды 305-ге көбейтеміз. Шыққан санды 42.993-ті азайтамыз. Кеттік. 216 болды. Көбейтемін 305-ге. 65.880 болады. Не болмаса баған түрінде шығарсаңыздар тез есептелетін болады. Сонда осыдан азайтамын 42.993-ті 22.887 болады. Екінші есеп. Ең бірінші бізде бөлінді орындалады. Амалдарды ретімен орындаймыз. Ең бірінші бөлінді 59.057-ні бөлесіздер 73-ке баған түрінде бөліп көрсетсеңіздер дұрыс болады. Негізінде 805 болады. Жоқ, 809 болады. Қосамын. Келесі 239-ды көбейтесіздер 49-ға. 11.711. Енді екеуін шыққан нәтиже екеуін қосасыздар. Сонда 12.520. Келесі бірінші бөлінді орындалып, бұл жерде сіздерде маңыздысы амал ретін көрсетуге. 139.725-ті бөлесіздер 405-ге 345 болады. Одан кейін екінші бөлінді орындалады. Оның мәні 508-ге 299 болады. Енді екеуін істейміз, азайтамыз. Сонда біз 345-тен екінші бөлінді мәнін азайтқанда 46 деген жауап шығады. Келесі. Ең бірінші бұл жерде жақшаның ішін орындаймыз. 7410 қосылған 51.642 бөлу жақшаның ішін орындаласыздар. Қосылды ма? 906 болады. Сосын біз нені орындаймыз? Бөліндіні орындаймыз. Сонда сіз 51.642-ні бөлесіз 906-ға. 57 болады. Енді осыны жаңағы қосындыны орындаймыз. Сонда 7467 болады. Келесі есеп. Әрине бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 2423-ті азайтасыз 1879 544 бөлеміз 36-ға. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Бірінші нені орындаймыз? Егер сізде көбейту мен бөлу қатар тұрса, бірінші қайсы тұр, соны орындайсыз. Қосу мен азайту қатар тұрса, бірінші қайсы тұр, соны орындайсыз. Осыны ескереміз. Сонда 544-ті көбейтеміз 81-ге. Шыққан нәтижені 36-ға бөлеміз. Көбейткен кезде 44.064 болады. Бөлесіз 36-ға, сонда 10.224 болады. Келесі соңғы есеп. Бірінші бөлінді орындалады. Ескереміз амал ретін. Жақшаның ішінде бірінші бөлінді орындалады. Сонда 17.514-ті бөлесін 21-ге 834 болады. Енді азайтамызда шыққан нәтижені 25-ге көбейтеміз. Кеттік. Так, 9200 болады азайтқанда.
көбейтеміз 25-ке. Сонда 230 мың. Егерде сіздер есептеріңізге сенімсіз болсаңыздар, тағы бір рет тексеріп көрсеңіздер болады. Үлкен сан шықса, ол есеп дұрыс емес деген мағынаны білдірмейді. Тағы бір өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады.